Армысыздар, құрметті көрермендерім. Қытайдың ең биік үлкен шаһары Шанхай қаласынан сіздерге үлкен сәлем. Бүгінгі бейнероликте Зухмар атты ұйғыр әпкеммен сұхбат жүргізетін боламын. Зухмардан осы Шанхайдағы өмір туралы, оның балалық шағы туралы, ұйғырлардың дәстүрлері туралы, Қытайда сақталған дәстүрлері туралы сөйлесетін боламыз. Сіздер бұл бейнероликті соңына дейін қарауға тырысыңыздар. Сәлеметсіз бе, Зухмар? Жақсымысыз? Жақсы. Өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Рахмет бізді осылай Шанхайда қонақ қылып күтіп жатқаныңызға. Мен үшін өте маңызды. Арзымайды. Рахмет көп. Сонымен Зухмар, өзіңіздің балалық шағыңыз қай жерде өткен айтып бересіз бе? Мен балалық шағларым Үрімчіде туылдым, Үрімчіде туылып өстім. 18 yaşta университетқа Шанхайға келдім. 18 yaşta келіп, алды білән 2 жыл Ханзу тілі мандариндемдік. Ханзу тілі өгендім. 2 жылдан кейін Шанхайда 4 yıl Fransız dili öğrendim. Ondan keyin İngiliz dili öğrendim. Ondan keyin xizmettim. Sonda бүгінгі таңда қанша тілде сөйлей аласыз? Özümnün Uyghur dili, Hanzu dili, İngiliz dili, Fransız dili, 4 til. Керемет, керемет. Рахмет. Мені ең бірінші ұйғыр халқының таңғалдыратыны, сіздер өз тілдеріңізді қандай елде жүрсеңіздер де ұмытпайсыздар. Тілдеріңізді, салт дәстүрлеріңізді, қонақжайлықтарыңызды, туысқандарыңызды әрдайым бірге жұмылып, ұйғырлардың солай жұмылып жүретіндерін өте байқадым. Сонымен ұйғырлар осы Қытайдың Үрімші аймағында, Шинжан провинциясында тұрады, иә? Шинжан чоң, найты чоң, big province. Шинжанды like Үрімчі, Корла, Old Cities, Қашқар, Турпан, Алтай, қазақтар бар. Қазақтар да бар ол жақта. Негізінде менің өзімнің әкем 1961 жылы Қытайда туған. Кейін 1 жасында Қазақстанға көшіп келді. Бүгінгі таңда менің көптеген туысқандарым Үрімшіде, Қытайдың Шинжан провинциясында өмір сүреді. Енді сізді бүгін осы жерде кездестіріп отырғаным негізінде әкемнің өткен балалық шағына түскендей ме, сондай бір туысқанмен кездесіп отырғандай бір сезім келіп отыр. Негізінде сіз жаңа айтып отырсыз, Шинжанда, Үрімшіде ұйғыр тілінде оқыдыңыздар ма мектепте? Ұйғыр тілді оқыдық, ұйғыр тілі, ханзу тілі оқшаш оқыдық. Бірге, да? Бірге. Қытай тілі де. Бірге оқыдық. Чүнки Шанхайды ма, ханзу балалар ханзу тілді оқиды, әм English тілі international language, must be learn some English like that. And we also, now the young the children now they start learn English in Xinjiang, like Uyghur, Chinese and English in same time. Түсінікті. Сіздер қазір айып етпеңіздер біздің осылай тіл араластырып сөйлеп отырғанымызға. Себебі өзіміз бірнеше тілде сөйлегеннен кейін ойымыз толық бірнеше тілге ауысып кетіп жатыр. Ең бастысы біз қазір өзіміздің ана тілімізде қазақ, ұйғыр және кейбір түсінбей қалып жатқан жерлерімізді ағылшын тілінде толықтырып отырамыз. Сіздерге түсінікті болу үшін төменде барлық субтитрмен аударылған. Жақсы. Сонымен қазір сіздердің туысқандарыңыз, отбасыңыз барлығы Үрімшіде тұрады, иә? Үрімшіде. Ал сіз қазір Шанхайда Үрімшіден алыстасыз, сағынасыз ба үйіңізді, анаңыздың тамағын? Сағынған білем, әмді қызмет мүшәді, тұрмыш мүшәді, қызмет қылмасақ болмайды, ақша тапмасақ болмайды, тұрышмасақ болмайды. Қытайда әрдайым қозғалыста болу керек, иә? Яш болғаннан кейін тырышып, қызмет қылып, пұрсәтлер жық болғаннан кейін чоң шәһәрлерін таллайды екенбіз мыштақ. Дұрыс айтасыз. Мен бірнеше ақпараттардан қарап оқыдым, Шанхайда 30 миллионға дейін адам тұрады екен. Сонда бұл жерде қандайда бір жетістікке жету үшін өте көп жұмыс жасау керек, иә? Соншама адамның арасынан бөлініп шығу үшін әрине меніңше. Сол себепті Зухмар айтып отырғаны, жұмыс жасау керек, ары қарай жылжу керек, отбасын құру керек. Әрине, иә. Қанша уақыт болды осылай әлі Үрімшіге, Шинжанға бармағаныңызға? Алдыңғы жылы. Алдыңғы жылы, жақын арада болды. Бір жылы. Жақсы. Сонымен ұйғырларды мысалға сіз Үрімшіде ғана емес, Шинжанда ғана емес, тағы басқа қандай қалаларда кездестіріп отырасыз? In which cities you often also meet Uyghur people, not only in Xinjiang province? Transport is in everywhere in China, everywhere you can see Uyghur people, everywhere. Like small cities also, there are some Uyghur people doing business,
studying, living, I see. like that. Yeah, 20 years ago, even in Shanghai, like not like this. In the street, you cannot see Uyghur people or like this. Now, everywhere. Everywhere, you are Mostly young people. They like going out and study, learn new things. Like. Және сонымен қатар ұйғырлардың ең басты бизнесі Ланчжоу ламян ресторандары, иә? No, different. Ланчжоу ламян Ланчжоуларды. Олар Қытай маслимлар. Ол басқа, ол ұйғырлар емес. Тунган, Хуйзу. Ұйғырларныңки Шинжаң ресторан. Оқшамайды, different. Оқшамайды. Тағамдар әртүрлі. Я, дұрыс айтасыз, мен бұл жерде аздап шатасып қалыппын. Я, бүгін осы видеоны түсірмес бұрын біз ағылшын тілінде видео түсірген болатынбыз. Зұхмарды кездестіріп, Зұхмар бізді ұйғыр ресторанына қонақ қылды. Әдемі дәмді плов жеп көрдік. Кейін ұйғыр самсасында жеп көрдік. Одан кейін Қытай ащы тамағын жедік. Spicy food, açıq yemək. Açıq тамағын. Енді сіз Шанхайда қанша жыл болды тұрып жатқаныңызға? 12 жыл oldu. 12? 12 жыл. Шанхайдағы өмірдің қиыншылықтары бар ма? Başlanışta бар, ең қызметті болғанда maaş az, tapıdığan ақша az, өйлер қымбат. Үйлер қымбат, иә. Bir адам болғанда екен pul yetişmey. Ters buludu, lekin tırışkan sırı work hard. If you work hard, you earn more and the days will day by day get better. Күніне қанша сағат ұйықтайсыз? Hazır keşte, mende uyku yok keşte. Çünkü ben doing trading business. Çetlerlikler bilen soğuduk kılımen, onda boğan dikin time different, vakit okşumaydı. Biz Amerika'da bolsa 12 saat vakit farkı var. Ben keşte xeride alırım, e-mail evettim ben, mesaj evettim ben, nimle mal lazım, ben sana tep biraydı. Asaslık ettigen saat 4'tün 10'lağıca 4-5 saat uxlayalayım ben. Жақсы. Сіздерге аздап түсіндіріп жіберейін. Трейдинг дегеніміз ол сауда-саттық байланыс. Зұхмар шетелдік қай елдермен? Америка, Сауд Арабия, Европа, all around the world. Bütün dünya. Bütün dünya. Бүкіл дүние жүзімен сауда-саттық қарым-қатынас орнатады. Және сол себептен жаңағы уақыттың өзгерісіне байланысты түні бойы жұмыс істейді екен. I know that Uyghur people, when they celebrate some kind of parties, like occasions, wedding party, even if you are so far from your hometown, you should come back to join the party. Is it right? Yes. Holidays like hate, you know, hate like the Nowruz. Hate Mubarak. Yeah, hate holidays is more important holidays. More in our important. Life. Yeah, we must mostly to hate. We must go back to home and with family celebrate hate and holidays like this. Could you tell me what kind of cuisines you cook during Eid? Meat, lamb meat, beef, kebab. Самса. Yeah. Ұйғырлардың кәуабы өте дәмді. Маған қатты ұнайды ұйғырдың кәуабы. Үйлену тойы болған кезде қанша адам шақырылады осы Қытайдағы ұйғырлардың үйлерінде? Шумайды, әгер сіздің айлыңыз big family болса, if you have a lot of relatives, adamlar jih keledi, qo'shnilar, do'st birodarlar jih keledi. Bärini chaqiruv kerak. Bärini cho'qim chaqirishimiz kerak. Mayli u namrat bo'lsin, mayli u boy bo'lsin, qo'lim qo'shni urug' tuqqan hammasini cho'qim chaqirishimiz kerak. Endi urug' tuqqanlar az bo'lsa, tunish birodarlar keledi, adam az bo'ladi. Lekin biz uni mau kambag'al, mau boy, even rich or poor, we don't care about it. Yes. Yeah. I see. Zhuhmar, could you tell me where we are right now? Huangpujiang River in Shanghai, and this river going to the sea. Yes. The Donghai, called Donghai, and this is Dongfang Mingzhu. Дүниежүзі бойынша 3-ші орында тұрған ең биік ғимараттардың бірі осы Шанхай қаласында. Ең маңызды осы Шанхайдың көру керек көркем жерлері. Міндетті түрде Шанхайға келсеңіздер, осы алаңға келіңіздер. Тағы қандай жерлерді көруге болады Шанхай қаласында? Біздің көрермендерімізге қандай да бір ұсыныс жасасаңыз. Müşələ buludu, andın yeni Jingansi dep, Jingan Temple dep bir yaba, ulan bək çiraylıq. Andın Yuyan dep, like old Chinese culture. Yuyan dep yalaba, andın Tianzifang dep yalaba. O yəgimi çətəlliklər cıq barıdı. Andın Nanjing Donlu dep, kəyin tərəbdə bir koçu ba. O yədə shopping mallar ba, kafelar ba. Çətəlliklər kəb, kafelarını işçib qısı buludu. Al жақсы Шанхайда орташа
қонақ үйдің бағасы қандай? Chet elliklarga R&B'de 300 koydun 500 koyğıcı bolsa muvaffaq buludu. Жақсы. Сонымен егер Шанхайға келіп жатсаңыздар, қонақ үй жалдайтын болсаңыздар, жақсысы 300, 500 R&B дегеніміз юань деген сөз. Теңгемен шаққан кезде 20 мың, 30 мың теңге ақысына жақсы Шанхай қаласында қонақ үй тауып тұруға болады. Неге осындай қымбат баға деп ойласаңыздар, өйткені Шанхай ол үлкен қала. Дүние жүзі бойынша өзінің көлемімен, халқымен 3-ші орынды алып тұр. Токиодан кейін, Делиден кейін осы Шанхай дүние жүзінде 30 миллион халқы бар. Сол себепті көптеген туристер де келеді, шетелдіктер, бағасы әлде қайда жоғары. Сонымен қатар Шанхай қаласы сауда-саттық мынау үлкен кемелермен танымал, иә, trading ships. Most of the time I see a lot of trading ships. Yes. Сіз жұмысыңызбен айналысқан кезде, жаңа сауда-саттық деп отырмыз ғой. Мынау кемелердегі ішіндегі товарлар осылай шетелден келеді, иә? Осы өзенмен өте ма? Yo'q, bu yer port boshqa, bu yerdan kelmaydi. Udul dengizning porti bor aşağıda. Boshqa joqda. Boshqa rayonda. Bu yer emas. Bu Jungo ichiga qatnaydigan kemalar. Jungo Xitoyning ishinde. Ichiga qatnaydigan kemalar. Түсінікті, рахмет. Шинжаңда барып көретін жерлер бар ма? Бар, у yerda manzara sayohat rayonlari bor, ondan old stories like Qashqar, Turpan, the old Uyghur stories, histories. And the manzaradan Altay, Cho'chak, Targ'abatay degandek mountain, the rivers, the everything. Like Shanghai, like big cities, commercial cities. We don't have big cities in Xinjiang actually. Үрімші ғана, иә? Үрімші бұлыды so, not too big, not too small, yeah. Біздің қазақстандықтар осы Қытайға келетін болса, көбінде үрімшіге ғана барады. Бірақ ең бастысы мен байқаған бойынша, олар саяхаттауға емес, сауда жасауға келеді, қазақтар. Сауда бұлыды. Отыр Асия дөләтлерге үрімші бұлыды, Шанхай бәк жырақ. Отыр Асия дөләтлерге саудаға үрімші бұлыды, лекін Шанхайдaki çoğun әмәс дә. Zavutlar, kompaniyalar, fabriklarning hammasi Jojiang, Shanghai tarafdan Urumchiga boradi, Urumchidan andan O'rta Osiyoga chiqadi. Түсінікті. Сол себептен біздікілер сол жаққа барады. Өзім бұндай сауда-саттықпен байланысы болмағаннан кейін аса қатты білмеймін. Бірақ егер де сіздерге қандай да бір көмек керек болып жатса, төменде анықтама бөлімінде Зухмардың WeChat номеріңізді қалдырсам бола ма? Мақұл болады. Біздің көрермендеріміздің арасында мүмкін бизнесмендер бар шығар, иә, осылай Қытаймен жұмыс жасағысы келетін, сізбен жұмыс жасағысы келетін. Зухмар, көп рахмет, уақытыңызды бөліп. Қазір бұл видеодан кейін өзіміздің ағылшын тілді влогымызды түсіріп жалғастырамыз. Сізге тағы да мыңда бір алғыс. Осылай бізді қонақ қылып шақырып отырғаныңызға, ақпаратпен бөлісіп отырғаныңызға, көрермендерімізге бұл бейнеролик ұнады деген ойдамын. Барынша бір-бірімізді түсінуге тырыстық. Қазақ, ұйғыр тілін арасында ағылшынша да қосылып кетіп отыр. Өйткені біз өзіміз саяхаттағаннан кейін ағылшын тілін өте жиі қолданамыз. Сіздер ұмытпай ғана менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Лайк батырмасын басыңыздар, лепіл батырмасын. Қош көріскенше, сау болыңыздар. Қош.